Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Менің дамытушы ойындар каналыма қош келдіңіздер. Сіздер көріп отырған, яғни сурет салу дидактикалық ойын бірегей шаш үлгісін жасау. Ең алдымен әдемі ақ қағазға осындай сызбаны сызып аламыз. Оны әдемелеп қайшымен қиып, осындай әдемі көріп отырғандарыңыздай кубик жасап аламыз. Балалар кубикті айландыра отырып, әдемі шаш үлгілерін жасап шығады. Бұл әрекетте балалар қол мен саусақты басқаруды ғана емес, сонымен қатар жеке айырмашылықтарды бағалауды үйренеді. Әрбір ойыншы бала әртүрлі шаш үлгілерін салады. Барлығы өзінше әдемі және ерекше болып шығады. Бұл сурет салу барысында бала ең бірінші бала тілінің дамуына және өзіне өзі қызмет көрсетуіне және жазуға деген дайындық дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар бала саусақ бұлшықеттерін, саусақ моторикасын жетілдірумен және ойлау қабілеттері дамыту дағдылары қалыптастырады. Өте қарапайым, жеңіл ойын түрі. Сіздер де қолданып пайдаланып көріңіздер. Балалардың қызығушылығын, ойлау қабілеттерін дамытыңыздар. Бұл сурет салу формуласы балаларға өте жағымды көңіл-күй сыйлайды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет.